Саламатсыздар ма? Сіздермен өтетін шақ present simple және present continuous тапсырма берілетін болатын. Present simple мен present continuous'ты кейбір аудармаларда present simple'ды созылыңқы осы шақ деп аударады. Керісінше наоборот present continuous'ты созылыңқы осы шақ дейді. Present simple'дың созылыңқы осы шақ деп айтылуы біз бұл яғни күнбе-күнгі қайталанып тұратын ағылшын тілін айтқанда regular actions мен daily routine яғни күнбе-күнгі тіршіліктерді сипаттайтын әрекет болғандықтан бұл алдағы бұл әрекет созылу мүмкіндігі болғандықтан созылыңқы деп аударуды бір жақтан баламау дұрыс болып табылады. Ал негізінен present continuous'тың өзінің тура аудармасын аударатын болса continuous жалғасу. Осындай осы екі арада түйткілді кейбір студенттер арасында немесе өзге жаңадан оқып білім алушылар арасында мәселе туындайтыны анық. Ал бұны біз жеңілдету үшін менің түсінігім бойынша бұл present simple біздің қазақ тілде балама аудармада ауыспалы осы шақ, яғни барады, келеді, айтады, тұрады деген сияқты. Ал present continuous осы шақпен, яғни қалып етістер арқылы отыр, тұр, жүр деген сияқты. Present simple яғни біздің күнбе-күнгі қайталанып тұратын әрекеттеріміз күнбе-күн не істейміз біз. Мысалы, белгілі сағат 12-де түскі асымызды ішеміз, болмаса сағат 7-де жұмысқа тұрамыз ұйқымыздан, 9-да жұмысымызды бастаймыз. Аптасына бір рет кинотеатрға бару, болмаса ай сайын өзімізге қажетті азық-түлікті алу деген сияқты әрекеттер осы present simple'да қолданады да. Ал present continuous дәл осы сәтте не істеп отырсыз? Мысалы, мен сабақ түсіндіріп отырмын. I'm teaching a lesson now. Мүмкін сіз осы сәтте музыка тыңдап отыруы мүмкін. You are listening to music. Someone is watching TV. Біреу телевизор қарап мүмкін. Someone is playing a computer. Біреу компьютер ойнап отыруы мүмкін. Сол сияқты әрекеттер болуы мүмкін. Someone is drawing a picture. Біреу сурет салып отыруы мүмкін деген сияқты. Осындай әрекеттерді сипаттайды.